Құрметті өмірден алынған каналының оқырмандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Әңгімені соңына дейін тыңдап, менің каналыма жазылуды ұмытпаймыз. Қарттардың қарттар үйінде көрген қорлығы. Күздің сұр бұлты аспанды торлаған бір күні ауылдың шағын ғана үйінде Айсұлу терезеден сыртқа қарап отырды. Қарсы алдындағы алма ағашының жапырақтары сарғайып, жерге үзіліп түсіп жатты. Бұл ағашты әжесі отырғызған еді. Әжесі: «Құлыным, сенің бойың осы алма ағашындай биік болып өседі. Бір күні үлкен қалаға кетіп, адамдарға көмектесетін дәрігер боласың», дейтін. Айсұлу сол сөздерді жиі есіне алатын. Ол кішкентай кезінен ақ халат киіп, ауруларды емдейтін. Бірақ бұл тек ойын емес, оның шынайы арманы. Мектепті үздік бітірген жылы ата-әжесі жиған тергенін бір дорбаға салып, оны қалаға жіберді. Қоштасар сәтте әжесі көзіне жас алып: «Жарығым, сенің болашағың үшін бәріне дайынбыз. Бізге уайымдама, сен тек алға ұмтыл», деді. Қалаға келген соң Айсұлу мүлде басқа әлемге тап болғандай сезінді. Ауылдың тыныш тіршілігі мұнда жоқ. Адамдар әрқашан асығыс, ешкім бір-біріне қарамайды. Ол тек бір нәрсені ойлады: мықты дәрігер болуым керек. Бұл ой оған дем берді. Күндер мен түндер кітапқа үңілумен өтті. Қалада туыстары болмаған соң ол жатақханада тұрды. Таң атқаннан кешке дейін оқып, демалуды ұмытты. Кейде әлсіздік пен сағыныш еңсесін басып, терезеден қала шамдарына қарап отырып, әжесінің дауысын елестететін. «Қызым, шаршама. Кез келген арманға жету үшін сабыр керек» деген сөздер оны жігерлендіретін. Уақыт өте берді. Академияның соңғы жылы Айсұлу үшін ауыр өтті. Ол ауылға барғысы келгенімен, бітпейтін имтихандар мен тәжірибелер кедергі болды. Бір күні сабақтан кейін телефонына келген қоңыраудан ол жүрегін ауыртқан хабарды естіді: әжесі дүниеден өтті. Айсұлу бәрін тастап ауылға ұмтылды. Ауылға келгенде бос тұрған үйдің алдына тоқтады. Әжесі отырғызған алма ағаштары жапырақсыз қалған. Сол сәтте Айсұлу жастық шағының тәтті естеліктерін есіне алды. Ол әжесінің соңғы кездерінде оны емдей алмағанын ойлап, өзін кінәлады. Алайда әжесінің бір кезде айтқан сөздері қайта есіне түсті. «Қызым, адамды тек дәрігер емес, жүрегіндегі мейірімді емдейді». Сол күннен бастап Айсұлу өзін-өзі кінәлауды тоқтатып, бар күшін дәрігер болуға арнады. Айсұлу дипломын қолына алып, жұмыссыздыққа тіркелуге барды. Сол кезде қарттар үйіне дәрігер керектігі жайлы естіп қалды. Бұл жаңалықты естігенде жүрегі бір түрлі шымырлап кетті. Балалық шағында ата-әжесінің әлсіз қолдарын ұстап, олардың жүзіне қарап тұрған кездерін есіне түсірді. Сол сәтте еш ойланбастан: «Мен қарттар үйіндегі жұмысқа барамын», деді нық сеніммен. Қасында тұрғандар таңырқай қарады. «Мына қыздың есі дұрыс па? Ол жақта қандай тәжірибе жинайды?» деп сөз етті біреулер. Айсұлу олардың пікіріне назар аударған жоқ. Оның жүрегі тек сол қарттардың жанынан табылуды қалады. Қарттар үйіне алғаш кіргенде мұрнына сәл тұншыққан ауа, құлағына тыныштықтың үні келді. Бұл жерде тағдырдың тауқыметін тартқан жандар өз өмірлерімен алысып жатқандай еді. «Қызым, осында жұмыс істеймін деп шынымен бекініп тұрсың ба?» деп сұрады медбике. «Иә», деді Айсұлу сенімді түрде. «Бұл менің өз таңдауым. Бастапқы күндер оңай болған жоқ. Қарттардың көбі тұйық, кейбірі ешкімге сенгісі келмейтін. Кейбірі өз сырқаттары мен мұңдарын айтып шаршамайтын. Бірақ Айсұлу бұл қиындықтарға мойымады. Ол әрбір жанның жүрегіне жол табуға тырысты. Түнде олардың ескі әңгімелерін тыңдап отырып, өзі де көп нәрсені түсіне бастады. Әсіресе бір әжей әр тексерістен кейін: «Қызым, сен осында келген ең жақсы нәрсе екенсің», деп алғысын білдіретін. Айсұлу бұл сөздерді жүрегіне сақтады. Ол қарттар үйінде жұмыс істеу тек дәрігерлік тәжірибе ғана емес, адамгершілік сабақ екенін түсінді. Осы жерде ол нағыз дәрігер болып қалыптасты. Айсұлу үшін бұл жай ғана жұмыс емес еді. Ол үшін бұл өз жүрегінің, ата-әжесінің аманатының үніне жауап беру болатын. Жұмысқа алғаш рет келгенде барлығы тамаша көрінді. Аула толған жасыл ағаштар мен жайқалған гүлдер. Әр жерде әдемі орындықтар қойылған. Қарттар сол орындықтарда әңгімелесіп, күннің шуағына шомып отырады.
Бұл жер оған жанға жылулық сыйлайтын, мейірімді адамдар мекені сияқты көрінді. Кіреберістен бастап қарсы алған күтушілердің күлімдеген жүздері жас қызды сендіргендей болды. Мұнда бәрі жақсы. Адамдарға көмектесемін. Әжелер мен аталардың жүздеріне қуаныш ұялатамын деп ойлады. Алайда уақыт өте келе бұл қиялы біртіндеп сейіле бастады. Бір күні кешке ол бөлмелерді аралап жүріп, қатқыл дауысты естіп қалды. Дауыстың қайдан шыққанын түсінуге тырысып, аяғын ақырын басып, есікке жақындады. Іштен күтуші әйелдің ашулы үні шықты. «Әй, қақпас! Тағы да бұтыңа жібердің бе? Гаршакке отыра алмайсың ба?» деді де әлсіз қартты итеріп жіберді. Айсұлу есіктің саңлауынан қарап тұрған. Әлгі күтуші әйел қарт әженің қолынан сүйреп, айғайын тоқтатар емес. Әженің жүзінде қорқыныш пен дәрменсіздік қана бар еді. Жәутеңдеген көздері бар әлемнен көмек сұрағандай шарасыз қарады. Айсұлу жүрегі шым ете қалды. Бұл көрініс оны орнынан қозғалта алмай тастап қойғандай. Бірақ артынша есін жиып ішке кірді. «Сіз не істеп жатырсыз? Қалайша бұлай қарым-қатынас жасайсыз?» деді ол бар батылдығын жинап. Күтуші әйел оған салқын қарап. «Көп сөйлеп тұрма, қызым. Сен әлі жассың, көп нәрсені түсінбейсің. Мұнда бәріне осылай жасауға тура келеді. Еркеліктерін көтере берсең, шаршап қаласың» деді де бөлмеден шығып кетті. Айсұлу әжеге қарай жүрді. Жасқа толған көзімен әже оған үнсіз қарады да әлсіз қолын созды. «Қызым, алаңдама. Мен бәріне үйреніп кеттім. Мұнда басыңды қатырмай кетіп қал. Жастық шағыңды қор қылма», деді дауысы дірілдеп. Сол сөздер Айсұлудың жанын жегідей жеді. Жандағы әділетсіздікке көз жұма алмайтынын түсінді. Ол бір әрекет ету керек екенін сезді. Келесі күндері Айсұлу болған жайттарды көзбен көруін жалғастыра берді. Қарттар үйіндегі кейбір күтушілердің қатыгездігі шектен шыққан еді. Ол бәрін үнсіз бақылап жүрді, бірақ жан дүниесінде аласапыран толқын жүріп жатты. Салқын дәліздерінде күн сайын аяусыздықтың куәсі болсам да, әділдікті орната алмадым. Бүгін бастық мені кабинетіне шақырды. Оның салқын жүзінен, сұстылығы мен қатты сөздерінен жүрегім қысылып қалды. «Сен қыз, өз орныңды біл», деді ол даусын қатайтып. «Бәрібір бұныңнан түк шықпайды. Қара да тұр, ертең сенің басыңа іс түседі». Жаным түршігіп, оның сөздерін толық түсіне алмай шықтым. Ішімдегі үрей маған әлдененің дұрыс емес екенін сыбырлағандай болды. Бірақ қандай? Көп замай емдеп жүрген қария қайтыс болды. Бұл жаңалық қабырғамды қайыстырды. Қолымнан келгеннің бәрін жасап едім. Ол маған сенетін. Өмірдің әр сәтіне қуана білетін. Әлі де күннің шуағын көріп, немерелерінің күлкісін естігісі келетін. Бірақ бәрі аяқталды. Бастапқыда өзімді кінәладым. Бәлкім бір жерден қателік кеткен болар деп өзіме өзім тоқтау салуға тырыстым. Бірақ емдеу парақтарын қайта-қайта тексере отырып, шындықтың басқа екенін сездім. Мен жазып берген дәрілер ауыстырылыпты. Біреу әдейі басқа дәрі берген. Бұл күдігім туралы айтып, ашық шағым жасауға оқталдым. Бірақ әріптестерімнің маған қарауы өзгерді. Олар алыстан ғана сөйлесіп, кейбірі басын төмен салып, жанымнан өтіп кететін болды. Әр қадамымды бақылап жүргендей сезілдім. Түнгі ауысымда бөлмелерді аралап жүріп, көзіме көрінгеннің бәрі күдік туғызды. Бір жерде өзара сыбырласып сөйлескен күтушілер, басқа жерде біреудің құжаттарды асығыс тәртіпке келтіріп жатқаны. Бірақ ең ауыр соққы, қайтыс болған қарияның өліміне мені кінәлі етпек болғанда келді. Сол күні менде таңдау қалмады. Жұмысты жалғастыру немесе шындық үшін күресу. Мен күресті таңдадым. Барлық дәлелдерді жинап, жергілікті журналистерге жасырын хат жолдадым. Хатта тек деректерді ғана емес, сол қарияның мейірімді күлкісін, жәутеңдеген көздерін есіме ала отырып, олардың қандай қатыгездікке тап болғанын баяндадым. Бірақ өзім істі болып, уақытша изоляторға қамады. 4 ай бойы ол изоляторда жатты. Темір тордың артында ол күнде өзіне сұрақ қоятын: мен қай жерден қателестім? Жан дүниесі өртеніп, әділдік үшін жанталасты. Адвокаты әрең дегенде ақтап алды. Бірақ бостандықтың дәмі де тәтті болмады, дәрігерлік лицензиясынан айырылды. Мен дәрігер болмай кіммін? Арманым қайда?
деп солқылдап жылады ол. Сол күннен бастап Айсұлудың тіршіліктің тізгініне жармасып, әр жерде жұмыс істей бастады. Бірде даяшы, бірде қоймашы болды. Бірақ ешқайсы оның жанын емдей алмады. Өзіне деген сенімі азайып, өмірін тек өкініш пен жылаудан тұратын қараңғы әлемдей сезінді. Күндердің күнінде ол вахталық жұмысқа орналасты. Мұнда ол жергілікті мекеменің басшысымен танысты. Ол басшының Айсұлуға көзі түсті, біраз уақыттан кейін оның көңілдесі болды. Іштей жек көрсе де, өмірдің басқа таңдауы жоқтай көрінетін. Арада бірнеше жыл өтті. Төсекпен арбаған бастығынан дәрігерлік лицензиясы қайта қалпына келтіріп алды. Архивтегі сотты болғаны туралы жазбалары өшірілді. Көп ұзамай ол ауруханаға бас дәрігер болып орналасты. Енді оның мансабы қайта жанданды. Бірақ жүрегінде бір сұрақ тыныштық бермейтін. Осы жетістік маған шынымен керек пе? Бәрі қандай жолмен келді? Айсұлу өз бөлмесінде ақ халатын киіп, айнаға ұзақ қарады. Ақ халат оның ең таза арманының символы еді, ал енді ол қара ниет пен амалсыздықтың куәсі болғандай көрінді. Ол бас дәрігер ретінде көп адамға көмектесуге тырысты, бірақ өмірінің ащы шындығы жанын жегідей жеп жатты. Сырт көзге Айсұлу табысты дәрігер, беделді тұлға. Бірақ оның жан дүниесі бұл биіктікті ауыр өкінішпен арқалап жүрді. Ақша мен байланыстардың күшімен алынған бедел оған шынайы бақыт әкелмеді. Ең қорқыныштысы, ол отбасылы еркектің көңілдесі.